Сәлем достар, бүгін сіздермен чебурекидің рецептісімен бөлісетін болам. Мына жерде бізде қайнаған су. Осы қайнаған ыстық суға 2 ас қасық сұйық майды құямыз. Және сол ыстық суға тұзды салып, барлығын бірге араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осы ыстық суымызды бір ас қасықтан ұнға құйып араластырып отырамыз. Қамырымыздың текстурасы заварной тесто сияқты болады. Осылай біртіндеп құйып отырып, біз жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп болдық. Енді пищевой пленкеге орап, қамырды 30 минут демалуға жібереміз. Енді біз ішіндегі салмасына кірісеміз. Мына жерде тартылған сиырдың еті және де бір үлкен пияз немесе кіші 2 пияз алып, осылай блендермен езіп алсаңыздар да болады, немесе майдалап турап алсаңыздар да болады. Блендермен езіп алған дұрыстау сияқты, өйткені пияздың сөгі шығып, біздің етіміз сочнырақ болады. Енді осыған дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Салмасына кішкене осылай су құямыз, өйткені чебурекидің іші солай сочный болып тұру үшін. Қамырымызды осылай тараздың көмегімен бірдей етіп бөліп аламыз. Менде осы қамырдың есебімен 8 штук чебуреки шықты. Барлығын осылай вилканың көмегімен жабыстырып, қызып тұрған майға барлығын қуырып аламыз. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте мощный, сочный чебуректер шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда неше түрлі ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.